Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге пиццарадағыдай болып пісетін нағыз пиццаны жасап көрсететін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, өз құпияларын біліп алыңыздар. Төменге описание бөліміне толық құрамын жазып кететін боламын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең әуелі қамырын дайындап аламыз. Ең бірінші жылы суымызды құйып, оның үстіне тұзымызды салып, одан соң қантымызды салып аламыз. Сосын ашытқы дрожжымызды салып, артынша зәйтүн майын қоссаңыздар болады. Егер зәйтүн майы жоқ болса, кәдімгі сұйық майды қосуға да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Ұнымыз міндетті түрде еліктен өткізілген болуы керек. Қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз кішкене біркелкі болған кезінде тағы да сұйық майымызды қосып илеп шығатын боламыз. Бұл біздің пиццамыздың одан да жұмсақ, әдемі болып көтерілу үшін көмегі зор. Сосын дайын болған қамырымызды бетін жауып 30-35 минутқа қалдырып көтерілгенін күтеміз. Сол аралықта бізге яғни салмасын дайындап аламыз. Салмасына өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Мен колбасаны қостым, содан соң помидор, ірімшік, яғни сырды қолданатын боламын. Міндетті түрде кетчуп пен майонез қажет болады. Қамырымыз осылай көтеріліп, әдемі болып, дайын болып шықты. Көтерілген қамырымды екі бөлікке бөліп алдым. Мен қазір 2 пицца дайындайтын боламын. Бетін жауып қойып, кішкене 2-3 минутқа қалдырамын. Осылай көтеріліп шығады. Содан соң оқтаудың көмегімен мен бірінші жайып алдым. Сіздер де өздеріңіздің ыңғайына қарай дөңгелек етіп жайып шықсаңыздар болады. Пиццаның арнайы ыдысы, табасы болмағаннан кейін үйдегі бар ыдысты қолдандым мен. Осындай ыдысымызға, яғни табамызға қамырымызды жайғастырып алдым, дөңгелек етіп, астын майлауды ұмытпаңыздар. Майонезімді салдым, оның үстіне кетчуп салдым. Кетчупты, яғни томат пастасымен алмастыруға да болады. Барлық шетіне біркелкі етіп жайып шығасыздар, жететіндей болып. Достар, осы аралықта пешімізді қыздырып дайындап алыңыздар. 180 градуста пешіңіздің ыңғайына қарай 20-25 минутта пісіп шығады. Мен ірімшікті, яғни пицца піскеннен кейін, қамырымыз піскеннен кейін салдым. Өйткені бірден салсам, сырым күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін сіздер де солай жасасаңыздар болады. Егер сырын салып, егер де сіздердің пештеріңіз сыр пісіруге арналған пеш болса, онда бірден сырын салып пісіре берсеңіздер болады. Мен осылай сырымды салып алып 2-3 минутқа қалдырдым. Көп ұстаудың қажеті жоқ сыр салғаннан кейін. Міне біздің пиццамыз дайын, өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта түрлі жаңа рецепттерді шығаратын боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, маған қолдау ретінде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.